Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бірге картоп қосылған вареники дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм су, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май, 1 ас қасық тұз және ұн керек болады. Ұн шамамен 800-900 грамм немесе 1 килограммдай кетеді. Қамыр илеген кезде ол жұмсақ болмауы керек. Сонда варениктарымыз жыртылмай, езілмей пісетін болады. Бірақ менің осы жолы илеген қамырым жұмсақ болып қалды. Суымызға жұмыртқаны, сұйық майды, тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнды салып қамыр илейміз. Қамыр илеп болғаннан кейін 20 минутқа демалдырып қоямыз. 20 минуттан кейін алып, ол қамырды 2-ге бөлеміз. Және 2-ге бөлген қамырды тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Енді 1,5 килограммдай картошканы пісіріп алып, одан пюре жасайтын боламыз. 1 ас қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, 2-3 қасықтай сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Енді июі қанған қамырымыздың біреуін алып, жұқалап жаямыз. Осылай екеуін бір-біріне қабаттастырсаңыздар, екі шетін. Сол кезде сізге кескен кезде 2 қамыр дайын болып тұрады. Формамызды алып, осындай дөңгелектерге бөліп кесіп аламыз. Мына 2 қамыр шықты. Енді осы қамырларымызға 1 ас қасық, жарты ас қасықтан начинкамызды саламыз. Шеті ашылып кетпейтіндей жақсылап тұрып жабыстырып шығамыз. Және тағы бір басып шығамыз. Сол кезде сіздің варениктарыңыз езілмей, жыртылмай пісетін болады. Міне сіздердің алдарыңызда қатырылған варениктер, кез келген уақытта алып жей берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Меруерт. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.